Бір дауыл сапырды кеп өрт теңізін, теңселтіп темір топан дүние жүзін. Бетіне туған жердің өшпестей ғып ер жазды өз қанымен жүрген ізін. Нақ сол кез естідім мен ер дүбірін, атағы атын алып келді бұрын. Үстінде туған елдің тұрды толқып, Бауыржан Момышұлы деген бірін. Қайсарлығы мен ерлігі ақиқаттан өтіп аңызға айналған халық қаһарманының өмірі сізбен бізге өнеге. Бала кезде жеңгелері ұқыптылығы мен алғырлығына қарап шаң тимес деп атаған. Бүгін отбасылық өмір мен бала тәрбиесінің әдістемелік нұсқаулығына айналған романға тоқталамыз. Орыс офицерінен менің әкемнің атын дұрыс айтыңыз, мен Момышұлы емеспін, Бауыржан Момышұлымын деп әлемді мойындатқан қазақ батырының ұшқан ұя кітабын айтамыз. Армысыздар. Бауыржан Момышұлының ұшқан ұя романы автобиографиялық шығарма. Орыс тілінде 1956 жылы Калинин қаласының кітап баспасында шықты. Повесть қазақ тілінде алғаш рет 1975 жылы жазушы баспасында Иманбековтың аудармасымен жарияланды және 1976 жылы мемлекеттік сыйлыққа ие болды. Әкем менің басымнан сипап отырып, аты жөнімді, ата тегімді үйретуші еді. Кімнің ұлысың? Момыштың ұлымын. Момыш кімнің ұлы? Имаштың ұлы деп 7 атаға дейін санататын. Осылайша үйге келген қонақ алдымен атымды сұрап, содан соң 7 атаға дейін тегімді тексеретін. Бауыржан Момышұлы дүниеге келгеніне 2-3 айлық болған кезінде анасы оны далаға шығарып, Имаш атасына алып барыпты. Ол далада ағаш егіп жүрген екен. Атасына келді, қол қабыс болуға келдік деп баласын атасына берген екен. Сол кезде атасы оны алақанына алып, қолына бұтақ ұстатып, құрық деп берсем құл болма, шыбық деп берсем шіл болма, бәрінен де шырағым баяны жоқ ұл болма деп Бауыржан Момышұлыны келіннің қолына сатқан екен. Сол күні оның әкесі үлкен адамдардың бәрін жинап, мал сойып, үлкен Құран оқытып, ақсақалдардың басын қосыпты. Шығарманы оқып, ой түйгенім, тәрбие тал бесіктен, отбасынан басталатынын түсіндім. Бала тәрбиесінің ең үлкені, оны еңбекке баулу, еңбекшіл, жас қана ең үздік азамат болып қалыптасады демекші. Ата-әжесінің тәрбиесін көрген бала Бауыржан еңбек етіп білім алып өз жолын тапқан. Ұшқан ұя туындысы ұлттық тәрбие мен рухани құндылықтарды тереңінен көрсететін баға жетпес мұра. Әр қазақ баласы осы шығарманы оқып, әдеби құндылықтарды өз өміріне сіңіруі тиіс. Ұрпаққа қалған асыл қазынаны оқуға кеңес беремін. Аман сау болыңыздар.